Иран мен ақш арасындағы қақтығыс, яғни қазір әлемде болып жатырған Иран мен ақш арасында, Иран мен Израиль, Америка арасындағы соғыстан бүкіл қарапайым адамды хабардар деген ойдамын. Бұл қақтығыс ары қарай күшейе беретін болса, әлемдегі жағдай не болмақ? Қымбатшылық болып кете ма деген дүние барлық адамды негізі мазалау керек. Енді трейдер инвестор ретінде осы қақтығыс ары қарай күшейе беретін болса, мұнайдың бағасы не болады? Алтынның жағдайы қалай болады? Алтын өсе ма, құлай ма? Не болмаса биржа жоқ болып кете ма? Осы қақтығыстан кейін аяқтан тұра алмай қалады. Бүкіл акция құлдырап кете ма? Енді не істесем болады деген сұрақ сізді мазаласа, қазір мен өзім Олжан Маратқызы, Қазақстандағы халал трейдинг эксперті, өз болжамымен сізбен бөлісетін боламын. Енді әрине дәл қазіргі уақытта Иран мен ақштың арасында қақтығыстың түбі жақсылыққа алып келмеуі мүмкін. Неге? Американың, Израильдің Иранға жасаған соққыларының салдарынан бүкіл әлем былайша айтқан кезде қиналу керек, қиыншылық көру керек. Себебі Иран арқылы, Ирандағы Ормұз бұғазы арқылы әлемдегі мұнайдың 20% сол бұғаз арқылы өтеді. Қарапайым тілмен айтатын болсам, олар қазіргі қақтығыстың салдарынан сол бұғазды жауып қойды. Енді сол бұғаздан өтетін 20% мұнай өтпегендіктен мұнайдың бағасы асқақтап не істеді? Ұшып кетті. Өте қарапайым мысал, яғни мұнай қымбаттаса, не істейді? Тасымалдар, басқа дүниелер қымбаттайды, шикізат қымбаттайды, сіз тұтынатын өнімдер, тауарлар қымбаттауы мүмкін. Яғни қарапайым халықтың қалтасына, жалпы халыққа бір соққы болады, қымбатшылық, инфляция, яғни бір затты алайын десеңіз, өндірісте жалпы шикізаттарды қолдану үшін осындай бір қымбатшылыққа әлем тап болуы мүмкін, және де бұның соңы өте үлкен кризиске алып келуі мүмкін деген болжамдар бар. Әрине бұл болжамдар, егер де Иран мен Америка жақсы бір келісімдерге келетін болса, бұл тек қана болжам болып қалады. Енді осындай жағдайда мұнайға қатысты компаниялар, жалпы мұнайдың бағасы осы бір қақтығыстың салдарынан, себебі ол қақтығыс, соқтығыс сол мұнайға қатысты болып жатыр да, салдарынан ұшып өте қымбат бағаларға дейін келіп қалды. Соған байланысты бұл геосаяси мәселелерде биржаға қатысты айтатын болсақ, мұнайдың акциялары жақсы өсуін бере алады. Бірақ алтынның жағдайы қалай болуы мүмкін? Жалпы алтын әлемдегі ең құнды металл болып табылады, және де оның бағасы көбінде өсіп отырады, көп құлдырап кетпейді. Жалпы алтын металл әлемдегі ең құнды металл болғандықтан ең қауіпсіз инвестицияның түріне де жатады. Бірақ дәл қазіргі уақытта әлемде, нарықта жалпы бір түсініксіз, қорқыныш, эмоциялар пайда болғандықтан осы бір мәселелерден алтын да құлап жатыр. Бірақ бұдан кейін алтын құлдырап кетеді деген сөз емес. Алтын, естеріңізде болсын, ешқашан құнын жоғалтпайтын металдарының қатарына жатады, және де инвесторлар үшін ең қауіпсіз металдар деп айталады, және қауіпсіз, және де бағыт деп айталады. Сондықтан дәл қазіргі уақытта Иран мен Америка екеуі келісім шартқа келетін болса, мұнайдың бағасы төмен қарай түсіп, алдағы уақытта болады деген кризис болжамдары шынайылыққа жанаспайды, және де алтын дәл қазіргі уақытта осы бір қақтығыстың салдарынан керісінше жақсы бағаларда, жақсы мүмкіндіктерде сізге мүмкіндіктерді беріп тұрған болуы мүмкін. Енді биржаның жағдайы не болмақ? Үшінші дүниежүзілік соғыс болып кетсе де, биржа өзінің жұмысын жалғастырады, және де биржаға ол әсер етіп, биржа құлдырап жоқ болып кетпейді. Әрине осындай геосаяси мәселелер болып жатқан кезде ол биржаға міндетті түрде әсер етеді. Бұл уақытша құлдырау болуы мүмкін. Керісінше сол құлдырау арқылы, құлаудан кейін жақсы өсім бар дейді, акцияларды, яғни құнды қағаздарды жақсы бағалардан алып қалып, жақсы бір пайдаларды табу мүмкіндігін береді. Мысалы, әлемге танымал Уоррен Баффет сияқты ірі инвесторлар керісінше осындай құлдырауды мүмкіндік ретінде қарастырып, акциялар арзаннан алып, қымбаттаған кезде сатып, табыстарын тауып шығатын болады. Және де дәл қазіргі уақытта биржа өте қатты құлдырап жатқан жоқ, себебі нақты Иран мен Америка арасындағы қақтығыс әлде жалғасады ма? Бұл не болмаса бір жақсы келісімдерге келеді ма деген бір белгісіздік арасында тұр. Америка нарығы оңайлықпен құлдырап кетпейді, себебі Америка нарығы екінші дүниежүзілік соғысты көрген. 2008 жылы болған өте үлкен әлемдегі дағдарысты да көрген. 2020 жылы болған ковид дерті, сол кезде өте бір құлдырау, бір тежеу болды әлемде. Сол бір қиындықтан да өткен.
яғни керісінше сол кездегі құлау арқылы тарихты қарап көретін болсаңыздар өте үлкен өсімдер болған. Бұл деген сөз керісінше бұндай құлаулар, құлдыраулар Америка нарығында сізге өте үлкен мүмкіндіктерді береді, яғни өте үлкен капиталдарды ірі басқаратын, бірнеше бағытта кәсіп жасайтын компаниялардың құнды қағаздарын арзаннан алып қымбатқа сату мүмкіндігі туындайды. Яғни дәл қазіргі болып жатырған қақтығыс, дәл қазіргі болып жатырған соғыс керісінше бұл нарықта сізге керемет мүмкіндікті бере алады.